أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Қадірмен жамағат, Алланың қалауымен Юнус сүресінің 55-56 аяттарына келіп жеттік. Астағиду биллах. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Расында Алла тағалаға аспан мен жердегі барлық нәрсе Алланың мүлкі бұл. Әла инна вa'даллахи хақ. Расында Алланың уәдесі ақиқат. Валакинна аксарухум ла я'ламун. Алайда адамдардың көпшілігі бұл нәрсені білмейді. Хуа юхи ва юмит. Алла тағала тірілтуші және де жан алушы, өлтіруші. Ва илайхи туржаун. Және де оған сендер оралушысыңдар деп Алла тағала айтып отыр. Бұл аятта, құрметті жамағат, Алла тағаланың кейбір сипаттары белгіленген. Яғни мүлік деген әл-мәлик, Алла тағала мүлік иесі деген сипаттар бар. Алла тағала әл-мухи, әл-мумит, тірілтуші, өлтіруші деген сипаттар келтірілген. Яғни адам баласы бұл сипаттарды, бұл есімдерді естіген кезде бірден соларға не істеу керек екен? Иман келтіру керек екен. Біз Алла тағаланың, құрметті жамағат, 99 сипаттарын білеміз. Алла тағаланың 99 көркем сипаттары бар. Оның осы 99 сипаттарын бәрін біріктіруші бір есім бар, бұл Алла деген. Алла деген есім бұл Алланың 99 сипаттарын біріктіруші, яғни мағынасы 99 есімнің мағыналары бір есімде жиналған екен, Алла деген. Бірақ та Алла тағаланың біз білмейтін көптеген сипаттары бар. Соның ішіндегі не екен? Алла тағала бұл мәлик. Барлық нәрсе Алланың мүлкі. Бұл дүниедегі аспан мен жердегі барлық нәрсе бұл Алланың мүлкі. Бұл адамның қолындағы нәрсесі емес. Сондықтан егер бір хадисте келеді, егер адамдар мен жындардың барлықтары жиналып дүниенің барлығын алатын болса да, дейді, бұл дүниеде, бұл Алла тағаланың бір теңіздегі бір тамшысынан жетпейді дейді. Қараңыздаршы. Яғни Алла тағаланың мүлкі өте шексіз. Кейде адам баласы бір нәрседен қорқуы мүмкін. Мысалы, адамдар, жұрттардың барлығы бір нәрсе істеп кетті, енді маған жұмыс табылмай қалады деп қорықпауы мүмкін. Бірақ та Алланың мүлкі шексіз екен. Алла адамға қалаған уақытта адамға өзінің қазыналарын береді. Сол үшін еш уақытта Алланың мүлкінде күмәнданбау керек, және де қорықпау керек. Алла мені ризықсыз қалтырады, Алла мені кедей қылады деген нәрсе еш уақытта адамның жүрегінде болмау керек. Себебі бұның барлығы шайтанның уәсуасынан екен. Себебі бұның барлығы іблістің адамды қорқытуынан екен. Демек, Алла тағаланың мүлкі шексіз, және Алланың уәдесі әрдайым орындалады. Алла тағаланың уәдесі хақ деген сөз. Бұл адамның уәдесі өтірік болуы мүмкін. Бірақ та біліп қойыңдар дейді, Алланың уәдесі еш уақытта бұзылмайды. Алла тағала Құранда бізге көптеген нәрселермен уәде етеді ғой. Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра дейді. Біліп қойыңдар, әрбір қиыншылықтан кейін екі жақсылық бар. Әрбір қиыншылықтардан кейін екі жақсылық бар. Біліп қойыңдар, Алла тағала сабырлы болғандармен бірге дейді. Біліп қойыңдар, Алла сендерге жәннатты уәде етті. Көптеген Алланың уәделері бар. Осы уәдені естіген кезде мұсылман адам бірден естеу керек. Жүрегіне тыныштық орнау керек. Себебі Алланың уәдесі еш уақытта бұзылмайды. Осы нәрсеге біз не істеуіміз керек? Иман келтіруіміз керек. Себебі Алла тағала ас-содиқ. Алла шыншыл. Алла еш уақытта өтірік айтпайды. Бір нәрсені уәде етті ме, Алланың уәдесі міндетті түрде орындалады. Және осы нәрсеге мұсылман адам міндетті түрде иман келтіру керек. Біз Алла тағаланың бірлігіне қалай иман келтіреміз? Осы отырғандарымыз
Біз қазір Алланың қалауымен мешітке келіп отырмыз ғой. Біз не үшін мешітке келдік? Біз Алла Тағалаға құлшылық ету үшін келдік, дұрыс па? Бірақ Аллаға не үшін біз құлшылық жасаймыз деген кезде, өйткені оның барын білеміз, және де оның әмірін мойынсұнған үшін келдік, дұрыс қой? Сол себепті осында отырмыз, қазір Құдайға, Аллаға құлшылық жасау үшін. Демек, Алланың бірі рас болатын болса, демек Алла Тағаланың айтқан сөздерді не екен? Рас екен. Осы нәрсеге де біз қалай Алланың бірлігіне, барына иман келтіреміз, сенеміз, тура сол сияқты Алла Тағаланың уәделеріне де еш күмәнданбай сенуіміз керек екен. Хасан әл-Басри деген үлкен табиғи ғалым өткен. Сол кісінің бір сөзін айтады. Алла Тағала Құранда дейді, Құранда өзінің пенделеріне 99 жерде ризықты молынан беремін деген аяттар бар дейді. Бірақ та Иблис шайтанның Құранда бірақ жерінде кедей болып қаласыңдар деген сөзі бар екен дейді. Сонда адам баласы неліктен Құдай Тағаланың 99 жерде ризықтарында беруші менмін, қорықпаңдар деген аяттарына сенбей, Иблис шайтанның бірақ сөзіне ғана сеніп қалады дейді, қараңыздар. Бұл әділетсіздік қой дейді жаңағыдай. Сол үшін мұсылман адам еш уақытта қорықпау керек, кедейшіліктен қорықпау керек, жаман өмірден, қиыншылықтардан қорықпау керек. Бәлкім Алла Тағаланың уәделеріне иман келтіріп, жүрегіне тыныштық орнау керек екен. Хуа юхи ва юмит ва илайхи туржаун. Алла сендерді тірілтуші және де өлтіруші. Және де соңғы нәрсе сендер Аллаға ораласыңдар. Яғни бұл өмір, бұл уақытша өмір. Бұл өмірде Алланың әмірлеріне бойынсынып, тыйылатын нәрселерінен тыйылсаңдар, ертең ақыреттегі жағдайларын өте жақсы болады. Алла Тағала баршамызды бұл өмірде Алла Тағаланың әмірлеріне мойынсынып, Алла Тағаланың біздерге уәде еткен нәрселерден шынайы иман еткен, сенгендердің Алланың тақуа құлдарынан болуымызды баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил алемин. Аллаху акбар.